Педикулез адам биттерінің әрекетінен пайда болатын паразиттік ауру. Олар қанмен қоректенетін адамға тән паразиттер. Жалпы алғанда оларды тудыратын жәндіктердің түріне байланысты аурудың 3 түрі бар: бас, жамбас және дене педикулезі. Үйде биттерден қалай құтылуға болады? Төменде биттерден арылудың ең қарапайым әрі қауіпсіз әдістерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Бірінші әдіс: 1 стакан суға 2 ас қасық сірке суын қосып, ерітіндіні басқа сүрту қажет. Мұнан соң шашты жақсылап тараған жөн. Сірке суы сіркелердің шашқа жабысуына мүмкіндік беретін желімді ерітеді. Мұндай әрекет нәтижесінде сіркелердің белсенділігі төмендейді. Екінші әдіс: үлкен кісілерге, яғни әйел кісілерге биттен арылуға шаш бояу көмектеседі. Үшінші әдіс: вазелин. Вазелин қаңғыбас биттерді олардың жолында тоқтатады және тосқауыл ретінде әрекет етеді. Балаларыңыздың бас терісіне майлы желінің қалың қабатын жағып көріңіз және түнде ұйықтар алдында оны сүзгімен немесе душ қалпақшасымен ұстаңыз. Таңертең олар оянғанда нәресте майы мен тарақты пайдаланып биттерді тараңыз және өлі биттерді алып тастаңыз. Шаш кептіргіштер. Баланың бас терісінен биттерді жоюдың жылдам және сенімді әдісі шаш кептіргішті, яғни фенді пайдалану болып табылады. Мұны сыртта, яғни далада жасағаныңыз дұрыс, өйткені бұл үй ішінде биттердің таралуын болдырмайды және оны кішкентай сәбилерге де қолданбауға тырысыңыз, өйткені ыстық ауа олардың бас терісіне жақсы идея емес. Келесі әдіс: пияз шырыны. Үйде пияз шырынын дайындап, оны баланың бас терісіне шамамен 3-4 сағатқа қалдырыңыз. Өлі биттерді және ниттерді, яғни сіркелерді тарақпен және сусабынмен мұқият алып тастаңыз. Жақсы нәтиже алу үшін мұны 3-4 күн сайын қайталаңыз. Келесі әдіс: майонез. Баланың биттерін емдеу үшін келесі жолы үйдегі майонезді сақтап қойыңыз. Бұл пайдалы болады және биттерді тұншықтырып өлтіреді. Майонезді баланың бас терісіне мұқият жағып, душқа арналған қалпақшамен түнде қалдырыңыз. Келесі күні таңертең сусабынмен жуып шайыңыз және тараңыз. Келесі әдіс: сутегі асқын тотығы. Күшті тотықтырғыш әсерінің арқасында бит жұмыртқаларымен жақсы күреседі. Қорғаныш жабысқақ қабық, сондай-ақ сірке қышқылының әсерінен жойылады. Содан кейін ниттерді тарау тиімдірек және жылдамырақ болады. Қолдану тәртібі келесідей. Процедураның ыңғайлылығы үшін шашты бөлек жіптерге бөліңіз. Суда 1:1 қатынаста сұйылтылған 3% пероксид ерітіндісін шашқа жағыңыз. Басыңызды пленкамен орап 10-15 минут күтіңіз және содан кейін пероксидті жақсылап шайыңыз. Шашыңызды ақырын құрғатып және қалған паразиттерді тарақпен тараңыз. Келесі әдіс: өсімдік майы. Өсімдік майының орнына зәйтүн майы немесе кастор майын қолдансаңыз болады. Ол өте қарапайым және қауіпсіз әдіс болып табылады. Шашыңызды ылғалдандырып, жұмсақ шүберекпен май жағыңыз және пленка орап 30 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін жылы сумен шайыңыз. Шашыңызды құрғатыңыз және биттерді тарақпен тараңыз. Айқын әсерге қол жеткізу үшін процедураны кемінде 10 рет қайталау керек. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын, достар. Олай болса каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.